Ал балалар, мен сендерге олай болса, ай мен күн ертегісін айтып берейін. Ертеде жер ана дүниеге екі сәби әкеліпті. Екі сәби де қыз екен. Біреуінің атын ай, біреуінің атын күн деп қойыпты. Екеуін әдемелеп, мәпелеп, бесікке салып, тербетіп, әдемі сұлу қып өсірген екен. Содан олар өсе келе өте сұлу, әдемі қыздар болып өсіпті. Содан ол екеуі бір үйде тұрса да, бірақ бір-біріне ешқандай мейірімі болмапты. Әркез айнаға қараған сайын екеуі күн мен сұлумын дейді екен, ай мен сұлумын деп мақтанады екен. Бірақ қанша екеуі апалы сіңлілі болса да, бір-біріне мейірім төгіп, иә сен сұлусың, үлкені жоқ сен сұлусың деп бір-біріне мейірім төкпепті. Содан есейе келе екеуі сұлулығына таласады. Ай қайдадан айтады, мен сұлумын дейді, күн айтады, мен сұлумын дейді. Содан бұл екеуінің бір-біріне таласы жер анаға, аналар ғой жер ана, сол аналарына қатты батыпты. Менің өзі екі қызым бар, ол екеуі бір-бірімен сөзге келеді, бір-біріне бағынышты болмайды, үлкені кішісін тыңдамайды, бұл қалай қылам, бұл қалай болады деп жер ана әбден ренжиді қыздарына. Содан ай келеді жер анаға, анасына келеді. Анашым, анашым, мен күнмен бірге бір үйде тұра алмаймын. Мен бөлек кетемін, бөлек тұрамын дейді. Одан күн келеді, айға айтады. Анашым, анашым, ай менің сұлулығыма таласып, менің сұлулығыма тең келмейді оның сұлулығы. Екеуміз бір үйде тұра алмаймыз, мен бөлек кетемін дейді. Содан анасы қатты ашуланады. Бұлардың болашағы қалай болады? Екеуі екі жаққа кетсе не болады? Деп анасы қатты ашуланып, рұқсатын береді. Содан екеуі ай мен күн екеуі сұлулыққа таласады ғой, мен сұлумын деп. Сол сұлулыққа таласқаннан кейін екеуі жата кеп бір-бірімен ренжісіп, бір-бірімен төбелесе бастайды. Сол кезде күн алады да айдың бетін тырнап алады. Айдың бетін тырнағаннан кейін бетке не түседі? Бетке тыртық түседі, айдың тырнағының тыртығы түсіп қалады. Содан күн мақтанады. Міне сенің бетің жаман болды, сенің бетің тыртық болды. Енді мен сұлумын деп күн сұлу, мен сұлумын деп күн сұлу мақтанады. Содан ай әпкесіне күнге ренжиді, сен менің бетімді тырнадың, бетіме дақ қалды деп, содан екеуі екі бөлек бөлінеді. Сол заманнан қалған екен, сол ертеден күн күндіз шығып тұрады. Күн аспанда шығып жарқырап тұрады ғой. Күн күндіз шығады да, ай түнде шығатын болыпты. Содан бері екеуі бір-бірімен кездеспепті.